Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Сіздермен бүгін дәмді асқабақтан манты дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызды дайындау үшін салқын суымызға жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды салып, видеода көрсетілгенде қамырымызды илеп, 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді біз мантының ішіне салатын салманы дайындаймыз. Ол үшін асқабақты осылай үккіштен өткізіп аламын. Фарш және пиязымызды 4 бұрышты етіп майдалап турап, үстінен бұрыш, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Июі қанған қамырымды 2 бөлікке бөліп, осылай зуала жасаймын және қазір оларды жұқа етіп, жайып шығатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар, қолдау білдіріп, арнама тіркеліп отырыңыз. Осылай бірінші кішкене оқтаудың көмегімен жайып аламын, сосын үлкен оқтаудың көмегімен жұқа етіп қамырымды жайып, мантыге арнап 4 бұрыштап кесетін боламыз. Видеода көрсетілгендей осылай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз және барлығын жайып, үстіне біз салмаларымызды орналастырып, мантыларымызды әдемілеп буып, түйіп аламыз. Әр жерде әртүрлі айтылады, бізде түйіп аламыз деп айтамыз. Міне осылай барлығын жайып алдым. Осылай салмалардың барлығын орналастырып шығамын. Және қазір барлығын түйеміз. Бірінші осы 2 шетінен біріктіреміз, сосын 2 жанынан біріктіріп, барлық мантылерімді осылай түйіп алатын боламын. Мантылеріміздің барлығын түйіп болғаннан кейін, енді мантоваркаға орналастырамыз. Ең алдымен осылай лист алып, мен астын майлап аламын. Себебі манты піскен кезде жабысып қалмау үшін. Барлық мантыны осылай орналастырып шығамын. Үстінен тағы кішкене май жағып жіберемін. Беті құрғақ болып қалмасы үшін. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Міне барлығын осылай түйіп біттім. Енді мантоваркаға салып, қайнап тұрған суда 45-50 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мантылеріміз осылай пісіп шықты. Сіздер жасап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыз. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.